Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздерге осы InShot программасында видеоны қалай жасау керек, немесе оған фото қалай қою керек бәрін нақтылап түсіндіретін боламын. InShot'тан бөлек мен ең алдымен Google-ге кіріп Beeline фото дейік. Маған Beeline'ның фотосы керек. Нет, спасибо. Кірім. Енді скриншоттап аламын. Содан кейін маған много деньги деп жаздық. Денег фото деймін. Сөйтемде мына фотоға кірейік. Поиск дейміз. Сөйтеміз де бұны да скриншоттап аламыз. Содан кейін InShot программасына кіреміз. Содан кейін InShot'ның ішінде бұл жерде фотоға кіреміз. Ең алдымен фотоға кіргеннен кейін фотоға кірмей тұрып, мен неге керек? Менде галерея жоқ, осында тұрады нелер, фотолар бәрі, осыған кіреміз. Осыны қиып алу керек, изменитті басамын да қазір. Бұны қиып аламын, яғни өзіме керекті жерін ғана кодировать қиып аламын. Яғни обложкасына ютубқа осыны сохранить копия қыламын. Бұл дайын, екіншісін өшіріп тастаймын. Одан кейін жаңа Beeline'ның несін түсіріп алдық қой, соңында жерін қиып алу керек. Міне осы қиып аламын, копия қыламын, анауын өшіріп тастай саламын. Сөйтіп қайта InShot'қа кіреміз де. Бұл жерде нақтылап сіздерге айта кетейін. Фото сейміз, яғни ол фото сейдіңізде удалить. Мына пустойды басамыз. Одан кейін бұл жерде жаңа екі фотоны біріктіру керек қой, сондықтан фотоны басамыз да осылай қойып қоямыз. Астыға түсіре тұрайық. Осылай көтеріп түсіре тұрайық. Сөйтіп екінші қайтара тағы басамыз да, ақшаны басамыз. Оны осылайына қоямыз да үлкейтеміз. Үлкейтіп аламыз. Үлкейтіп алғаннан кейін Beeline'ның логотипінде осылай келіп қоямыз. Яғни бұл жерде сіздерге нақтылап айтатын нәрсені мен түсіндіріп нақтылап айтып жатырмын. Яғни бұл жерде енді ағылшын тіліне Beeline қаяқта кетіп қайтқан. Beeline деп жаздық. Яғни бұл жерде видеоға, яғни осыны не істейміз. Сосын жер жазуда да өзгерек болады, осындай әртүрлі етіп. Мен қазір жақсы не тауып алайын. Осылай, пока осылай қоя тұрамын. Содан кейін редактор қайтадан істеймін. Beeline ақша аттым.
тұрмын деп жазамын. Яғни бұл видеоны мен осы ютубқа арнайы салып қоямын. Яғни бұл иншот арқылы қалай несетінді үйретіп жатырмын, бірақ осы Билайнда қалай ақша ұтқанымды немесе гигабайт ұтқанымды сіздерге бөлек видео қылып салатын боламын. Оны да сіздерге қазір осы неде көрсететін боламын. Ақша ұттым. Так, содан кейін басамыз. Осылай қоямыз. Сосын тағыдан басамыз да үлкен қоямыз да каналға жазыламыз. Есемізде осындай жер қойып қоямыз. Содан кейін бұны экспорттаймыз. Реклама шығады, яғни бұл ненің иншоттың. Басты бетке шығамыз. Сосын видеоға кіреміз. Видеоға кіргеннен кейін менің жаңағы фотом міне. Елаймен қалай ақша тапқан жайында. Бұл жерде осындай шықты. Енді бұл жерде бұл видеоны біз ютубқа арнайлап саламыз, яғни. Бірақ сіздерге анық болу керек. Ютубқа саламыз да. Осылай қоямыз. Бұл жерде сіздерде қателеспеңіздер, ютубта салатын кезде, осы монтаждаған кезде мына жерде осы иншот деген жазу шығып тұрады. Бұл жерде иншот деген жазу шығып тұрады. Бұны сіздер үстінде X-і басып алып тастайсыздар. Сөйтіп бесплатно снять деген басамыз. Басқаннан кейін сіздер жаңағыдай жерде иншот деген жазу болмайды. Мен кейбір ютуберлерде осындай нелерді көрдім. Иншот деген жазу тұр. Соны бізде жоқ қылып тастаймыз. Жоқ қылғаннан кейін мен жаңағы фотом бар ғой, соны осы жерге қоямыз. Билайн осы нелерді тұр. Сосын музыка қойық. Давай дейміз. Осындай жерлеріне музыка қойсаңыздар болады. Рок музыкалары. Менде сет шамалы нашарлау болып тұр. Осындай музыка қойсаңыздар болады. Және де осындай міне мен нақтылап айтып кеткенмін. Барлығын қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен сіздер каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Барынша қазақша контентті қолдаймыз. Экспорт.